Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте жұмсақ синабон пісіріп үйренеміз. Видеомды бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын жасаймыз. Ол үшін ыдысымызға жылы сүтті құйып, үстіне сары май, қант және қасықтың ұшымен тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін үстіне бір үлкен қасық ашытқы, бір жұмыртқа және ұн салып, қамыр болғанша илейміз. Не осындай жұмсақ қамыр болу керек. Қараңыздар, жақсылап илегеннен кейін бетін жауып, жылығып орап, ашығанын күтеміз. Енді алдын ала корица мен қантты жақсылап араластырамыз. Не біздің қамырымызда көтеріліп ашыды. Қараңыздар, тура видеодағыдай көтерілу керек. Сіздерде де енді азғантай ұн сеуіп, қамырымызды қолымызбен кішкене басып, квадрат формасын береміз. Енді азғантай ұн сеуіп, боқтаумен жаямыз. Қалыңдығын шамамен 1-1,5 сантиметрдей қылып жаямыз. Міне қараңыздар, қалыңдығы шамамен осындай болу керек. Енді жайылған қамырымыздың үстіне ертілген сармайымызды құйып жағамыз. Немесе арнайы ертпей, бөлме температурасында еріген жұмсақ сармайды да жағуға болады. Барлық жерін жақсылап майлағаннан кейін алдын ала араластырылған қант пен корицаны жақсылап сеуіп, қамырымызды ораймыз. Енді қамырды орағаннан кейін жан-жағы ашылып кетпес үшін тура видеодағыдай қолдарыңызбен жайлап біріктірсеңіздер болады. Қамырымызды орап біріктіргеннен кейін енді кесеміз. Қамырларымыз барлығы бірдей көлемде түп-түзу болып кесілу үшін бізге осындай қарапайым жіп қажет. Жіпті алып, тура видеодағыдай етіп кесіңіздер. Енді барлығын кесіп болғаннан кейін қызып тұрған табамызға пергамент қағазын төсеп,
барлығын жайғастырамыз. Егер пергамент қағазы болмаса, онда табаларыңызды жай майлап салсаңыздар да болады. Қамырлардың арасын өте жақын қылмаңыздар. Қазір піскен кезде көтеріліп, ісіп, жабысып қалуы мүмкін. Барлығын жайғастырдық. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минут пісіреміз. Пештеріңізді міндетті түрде алдын ала қыздырып қойыңыздар. Сонда синабондарыңыз тез көтеріліп, әдемі болып піседі. Енді кремін дайындаймыз. Бір кесе қаймаққа 4 ас қасық қант салып, қанты ерігенше жақсылап араластырамыз. Қанттың орнына қант ұнтағын салсаңыздар да болады. Кремді үлкен ыдысқа салып араластырыңыздар, сонда тез әрі жақсы араласатын болады. Міне қараңыздар, осындай болып шығу керек. Міне біздің синабондарымыз қызарып пісті. Енді барлығын бір ыдысқа салып, ыстық күйінде бетіне кремін жағамыз. Кремін міндетті түрде ыстық күйінде жағу керек, сонда тез сіңіп, өте жұмсақ болып шығады. Барлығына жағып болғаннан кейін суытамыз. Қараңыздар, біздің синабонымыз дайын, өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, өте оңай әрі тез жасалады. Және міндетті түрде сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Сіздермен болған Алия. Видеом ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркеле кетіңіздер. Каналымда көптеген рецепттермен және де тоқымаға қатысты көптеген мастер-класстармен бөлісемін. Кіріп қарасаңыздар болады.